Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Айгерім Таро жорамалы. Алдағы бүгінгі тақырыбымыз жігіттің іс-әрекеті және шешімі деген тақырып болмақ. Көрейік. Алдымен ер азаматқа характеристика беріп алайық. Характеристика: егер сіздің жігітіңіздің мінез құлқына сәйкес келіп тұрса, онда бұл сіздің жорамалыңыз. Жоқ, сәйкес келмесе, ол кезде ол сіздің жорамалыңыз емес. Келесі жорамалды күтіңіз. Не болмаса маған өзіме хабарласыңыз. Тақырыпта өзімнің номерімді көрсетіп кетемін. Сол жерге хабарласу арқылы сіз өзіңізге жеке таро жорамалын аштырта аласыз. Жорамал құны менде 5000 теңге. Толық прогноз жасаймын. Міндетті түрде жазылыңыздар. Жігіттің характеристикасы. Тұрақты мінезі, тұрақтылықты жақсы көретін ер азамат деп айтар едім. Тұрақтылықты жақсы көретін ер азамат деп айтар едім. Жұмысқа бейім, қандай жұмыс болса да таңдамай, жаңағындай еңбектенген жерден азығымды табам ғой дейтін ер азамат деп көрсетіп тұр. Мінез құлқына келетін болсақ, сондай салмақты деп те айта алмаймын, қатты тұйық деп айта алмаймын, жеңіл мінезді деп те айта алмаймын. Ашық, көңілі ашық, жылы жүзді. Әрине ондай қасиеті бар. Әркіммен сөйлесіп кете алуы, жаңағындай қарым-қатынас орнатуы, бірден бір көрген кездегі адамға жақсы впечатление қалдырады деп айта аламын. Жақсы әсер қалдыратын адам деп айта аламын. Сөзге жақсы, сөз сөйлеуге жақсы деп көрсетіп тұр. Өзіңіздің ер азаматыңыз танып тұрған болсаңыз, онша жорамалымызды бастайық. Дәл қазіргі сәтте ер азаматтың не істеп тұрғанын айтайын ба? Жұмыс істеп тұр. Тапқан ақшасын берекесі жоқ деп көрсетіп тұр. Әйел азаматымен қол ұстасып тұрғанын көрсетіп тұр. Нақты сізбен, если отбасылы жағдай, отбасылы әйел адамдар не болмаса, ер адамдар қарап тұратын болса, ол кезде жанындағы әйелін көрсетіп тұр деп айтар едім. Бұл карта бойынша қол ұстасып тұрғандығы, қарым-қатынаста барлығының бір қалыпты екендігін, отбасының бір қалыпты екендігін көрсетіп тұр деген жақсы хабар естисіздер. Отбасыға қатысты, жұмысқа қатысты, отбасылық бір шешім қабылдау керек болып тұрған шешімнің жақсы хабарын естисіздер. Ол мысалы үшінге жұмыс жағынан болуы мүмкін. Жұмыс мәселесінің сізде шешімі табылады деп көрсетіп тұр. Ер азаматымыз, сіз туралы ойы қандай? Ойы жақсы, көп ішке салып ойланатындығы бар. Кейде қарсыласып, жаңағындай сөзге келіп ренжісіп қалатын кездерде болып тұрады деп көрсетіп тұр. Көкке королева ретінде түсіп тұрсыз дегенмен де көңілінің оң екендігі, сезімінің оң екендігін көрсетіп тұр. Сіздерде қарым-қатынаста сәл тяжесть бар. Отбасылық міндеттерге келетін болсақ, өзінің орнын кейде білмей қалады ер азамат. Қалай айтамыз? Өзінің еркек екендігін ұмытып кете ма? Өзінің жоқ әлде жаңа әке екендігін ұмытып кете ма? Нақты сондай қарым-қатынасты көрсетіп тұр. Сондай ұмытып кетеді. Кейде жаңағындай балалыққа салып қояды. Балалыққа қалай салады? Жан жағына қарамайды. Алдағы 3 жылдығын жоспарлау дегенді білмейді. Алдағы 3 күндігін жоспарлау дегенді ертең не ішемін, не жеймін деп отқан адам емес. Бұл только бір күнімен өмір сүреді деп айтсам болады.
Только бір күні мен өмір сүретсін болады. Ойланып тұр, неге ойға қалып тұр екен, көрейікші. Не үшін ойға қалып тұр? Не себепті ойға қалып тұр? Отбасы шайқалайын деп тұр деп көрсетіп тұр. Түсініспеушілік арақатынаста жоқ. Түсініспеушілік бірін-бірі тыңдау деген нәрсе мүлдем көріп тұрған жоқпын. Тыңдағысы кеп те тұрған жоқ. Сен де оны тыңдағың кеп тұрған жоқ, ол да сені тыңдағың кеп тұрған жоқ. Осы уақытқа шейін ары сүйредім, бері сүйредім, осы мен шаршадым деген энергетика көріп тұрмын. Көбіне уже әптен арпалысқан, әптен жаңағындай күрескен екі жақтан да деп көрсетіп тұр. Дегенмен де еркек жақты білесіңдер ғой, кішкене жаңағындай кішкене жаңағындай жақсы бірдеңе істеп қояды да, сонымен 1 жылға шейін, 5 жылға шейін жүре береді. Сол нәрсе сол уақытқа жетеді деп бір жақсылық жасаса да. Дегенмен де өзіңнің энергетикаңнан шаршағаныңды көріп тұрмын. Бұл ер азамат уже тойдырды. Бір 10 күн жүреді да, бұл 5 күн жаман болып кетеді. Яғни қалай айтсам болады, өзін тастап жібереді. Іздеп таппай қаласың бұны. Не тауып атқан ақшасының берекесі жоқ. Бір артылдырып үйге бірдеңе алып келмейді деген сияқты сондай ой көзқарастар сай келіп тұрғандығы көрініп тұр мына жерде. Ер азаматтың іс-әрекеті қандай болады? Ер азаматтың іс-әрекеті: ойбай, бәрін істеп жатырмын ғой, енді жетпей ма, сол өмір бақи саған ақ жетпейді екен деген нәрсе көріп тұрмын мен мына жерде. Сондай нәрсе көріп тұрмын. Кішкентай бірдеңені істеп қояды да, жаңа айдаған 5 ескі ысқырығын жер жарар деп кішкентай нәрсе істеп қояды да, соны жарады. Жаңа 20 мың теңге келеді да, осымен бәрін істе деп отырады, бетіңе қарап. Сондай нәрсе көріп тұрмын. Алдағы уақытта сондай нәрсе ол өзгермейді. Өзгермейтін адам ол өзгермейді. Қисық өскен ағашты сен оны түзей алмайсың. Түзеймін деп либо сындырасың, либо өртеп жібересің, болды. Нақты сондай көрсетіп тұр ер азамат деп. Өзі шыққаны болмаса, дегенмен де жаңағыдай әкеп берген нәрсемді қанағат тұтсаң тұттың, тұтпасаң өзің білесің дейді да, өстіп отырады. Түсіндің ғой? Нақты солай іс-әрекетінен бір құлшынып тұрған, бір жасаймыз, болады деп жасаймын, істеймін деген нәрсені көріп тұрған жоқпын. Болады, болатын шығар, болдыратын шығармын деп сөйтіп отырады. Көп нәрсені ой елегінен қатты өткізе береді деп айта алмаймын. Көбіне жаңағындай болмай жатса өзі сондай шығар, болмайтын шығар, осындай кезеңде деп отыра беретін адам деп көрсетіп тұр. Өзіңнің шешімің не болмақ? Тағдырдың ісі шығар деп отырсын, соған байланысты. Сол жаңа айтты ғой, болатын шығар, істейтін шығармын деген кезде сен мүмкін айтты ғой болатын шығар деп отырасың. Түсінің ба, сенде айтты ғой, әйтеуір айтады, істеп қалатын шығар деп отырасың сенде, деп күтіп отырасың. Но по сути саған күтудің керек жоқ. Ты должна требовать, и все. Ер азаматтың өзі көтін көтеріп, былайша айтқан кезде жаңа еті тірі адамша қимылдап іс-әрекет еткен жақсы ғой негізі. Мына жерде мен бір қимылдап іс-әрекет етіп отқан адам көріп тұрған жоқпын, бірақ қимылдайды, бірақ анандай бір күшті керемет болып қимылдап жатыр деп айта алмаймын, бірақ показуха істеп жатқанның бәрі. Өз әлемім өзімде, жаңа немет, ішерге асым бар, істеп жатқан адам бар, үй жиналып тұр деген нәрсеге түседі. Бірақ семейный ситуацияда
именно сенің энергетикаң, әйел адамның энергетикасы шаршаған. Жаңа 5 жыл, 10 жыл отасыңдар ма білмеймін, қанша жыл отасың, 2 жыл отассаңдар да, например, күтіп отқаннан жалықтың, жасап береді ау дегеннен жалықтың. Кәдімгі өзің жылынып тұрып, өзің істеп кеткің келеді до такой степени. Сондай энергетика болып тұрмын. Шаршағансың, көңілің толмайды ер азаматқа, көңілің толмайды, шаршағансың, өзің жұлқынып, өзің істеп кеткің келеді. Шындап келген кезде не істеріңді, не қоярыңды, кейде қалай болады, қалай қылсам екен деген сұрақтар болады. Әрине мазалайды ол нәрсе. Мына картада көрдің ғой. Бәрі мечевой карта, именно семейный жаққа, семейный ситуацияға келгенде өңшең мечевой карта түсіп тұр сенде. Ұрыс керіс, айғай-шу, реніш бар ара-қатынаста. Өте күрделі, ситуация өте күрделі. Ер азаматтың ойы алдағы уақытқа деген өзгерісі болады ма? Өзгеріс болады деп тұр, бірақ өзгеріс бұдан хуже болмаса, бұдан керемет болып, әдемі болып өзгеріп кетпейді. Во-первых, әдемі болып өзгеріп кетпейді. Неге? Потому что ладно, жұмыс істейді, жұмыс істеп жатыр, әкеліп жатыр үйге, кішігірім ақша болса да үйге әкеліп жатыр. Әкелген нәрсемді міне қанағат тұтып, сол нәрсені ұстап, әйтеуір жеткізетін жеріне жеткізесің деп отыр. И ода перемена өзгеріске түсуге, например, ұрысып қырылып қаласыңдар ғой, қой өзгерейін шынымен де дейді дағыны. Сол өзгерісіне де жаңа 5 ай уақыт өтеді. 5 ай уақыт өтеді. Ол көбіне пятерка пентаклей өте қиын. Именно мына карталардың алғашқы түсуіне байланысты, тем более карта смерть, трансформация картасының жанында пентакль, пятерка ол өте қиын. Неге десеңіз, ойланып жатырмын ғой, мен жатып жатып ойланып жатырмын ғой. Бір күн ойланады, 2 күн ойланады, 1 апта ойланады, 1 ай ойланады, уже 1 ай ойланып, 1 айдан кейін барып не істейсің еді, нормально жұмысқа орналасса дейтін болсаң, саған ойланып жатырмын ғой дейді ол саған. Хотя уже 1 ай, 1 апта, 1 ай уақыт өтіп кеткен кезеңге түсіп тұрған нәрсе деп көрсетіп тұр. Қиын. Кейде мен өзім әйел болсам да, еркек болып туылғым келеді. Болғанда дайын беріп тұрған ғой. Но бірақ кейде менде еркек болғым келетін кездер болады. Өйткені ер азаматқа көп мүмкіндіктер береді. Ер азаматқа ол жүрген жерінен шөп шықпайтын адам болса да, оған көп көмектеседі. Отбасының тарапынан, ананың тарапынан, әкенің тарапынан, чем әйел адамына қарағанда көбіне ер азаматқа мүмкіндіктерді көп береді. Ол ішіп, алкаш болып қуып кетсе де, оған бәрібір үміт артып, сенім артады. Чем ай сайын жұмысына барып кеп жатқан қызынан, например, баланс көп бермесе де, қызы көп ақша береді. Мысалы, кейбір отбасыларда сонда да әйел қыз баланы көбіне абыройын көтере бермейді. Көбіне вопроспен қарайды әйел адамға. На самом деле әйел адам көбіне отбасыға жақын болады ғой, анаға, әкеге жақын болады. Сонда да мүмкіндікті бермейді қыз балаға, ер адамға береді. Салыстырмалы түрде өзіңіздің отбасыңызға қарасаңыз, чем қыздарға қарағанда оларға көп көңіл бөледі. Сол үшін көмектеспеу керек. Өзіңнің отбасыңа да көмектеспеу керек. Ақша сұраған адамға қарыз да бермеу керек. Сондай нәрсе істеу керек. Жақтан советін көрейік. Сізге деген. Не рыба, не мясо болып тұрсыз. Көңіліңіз көктеп тұр, бірақ
көңіліңіз көктеп тұр, асығыстыққа салып қояды деп тұр. Ондай неме еді. Асығыстыққа емес, агрессияға, ренішке бірден атылып кетесіз. Сондай нәрсені, сондай мінезді кішкене қалдыру керек дейді. Сондай мінезді кішкене қалдыру керек дейді. Ренжісеңіз де ішіңізден ренжисіз ғой, түсіндіңіз ба? Эмоцияңыз сыртқа білдірмейсіз. Ренжісеңіз де өзіңізбен өзіңіз ренжіп, үндемей қоя қоясыз. Ол адам өзі түсіну керек сіздің ренжігеніңізді. Андай ренжіп, қырғын шығарып, мен саған ренжідім деп айтқанмен ондай адамдар ұқпайды ондайды. Карта умеренность. Көп нәрседен жұбаныш іздейсіз өзіңізге. Жаңағы көбіне ренжіген кезде өзіңіздің музыкаңызды тыңдайсыз. Жаңағы плейлистіңізді қосып, музыка программасына кіріп, приложениесіне кіріп, не болмаса жаңағыдай өзіңізге тиктокқа кіріп, жаңағыдай уақытыңызды бөлесіз. Бір жағынан ойлайсыз, жаңа 1 сағат бұрын кіріп едім, қанша уақытым кетті деген сияқты сондай умеренность. Әшейін уақытты босқа өлтіріп жатырмын ғой дегенде ой бар. Кішкене духовный көтеру керек сізге өз-өзіңізді. Духовность көтеру керек. Сотқа қарамаңыз емес, қараңыз. Бірақ жаңағыдай болады ғой. Неше түрлі ғұламалардың кітабын оқыңыз. Не болмаса жаңағыдай өзі үйге қажетті бір советтер болады. Именно кітап жағынан, не болмаса журнал жағынан, сондай жағына қаратай. Не болмаса осы телефонның өзінің де книжкалары болады. Телефонға басып, содан ақ көрсеңіз. Солай өлтіруіңіз керек сіз уақытыңызды. Әшейін бос видеомен емес. Бос болмайтын, ыржалақ, тыржалақтаған видеомен сіз өнбейсіз, сіз дамымайсыз. Әшейін біреуге мегабайтыңыз құртып, содан соның просмотрын көбейтіп, сөйтіп отырасыз. Оның орнында өзіңізге шынымен де мегабайтыңыз кетсе де, бір жақсы, тиімді, бір жағынан білім қосатын сондай нәрсемен шұғылданыңыз деп көрсетіп тұр. И паж жезлов картасы бойынша сізде үнемі жақсы жағынан жақсы нәтижелер, қандай жағдайда, қандай қиындықта болса да тығырықтан шығатындық қасиет бар деп көрсетіп тұр. Жаңағы сабырға келу керек, үнемі бар нәрсеге шүкірлік ете білу керек. Жаңа шүкір еткен сайын бере беремін дейді ғой, сол сияқты. Кейде сабырсыздыққа салып, асығыс шешім қабылдайтын кезіміз де болады біздің. Сен оны айтпасаң да, бірақ миыңмен уже ойлап тұрасың да, ойыңмен. Мен өзі не істеп жүрмін, мен не нәрсені дұрыс істемей жатырмын деген сұрақтар. Мен не істеп жүрмін және не нәрсені дұрыс істемей жатырмын деген сұрақтар бұл бізді тікелей осознанно жаңағындай туралыққа шақырады. Именно осы екі сұрақ. Не істеп жүрмін? Нендей нәрсе жасап жатырмын? Мен жасаған нәрселерімді дұрыс жасап жатырмын ба деген сұрақтар бізді бір саты кейбір адамдардан жоғарылатады. Осы сұрақтарды егер де өзіңізге күнде түнде қойып жататын болсаңыз, сіз жақсы нәтижеге қол жеткізесіз. Мен бүгін не істедім? Элементарный бір күннің қорытындысын шығарыңызшы. Кешке қарай ұйықтайсыз, ұйықтайтын кезде, ұйықтардың алдында осы сұрақты өзіңізге қойыңыз. Мен бүгін күні бойы не істедім? Болды. Содан кейін сіз
күнде сұрағаннан кейін жақсы жағына қарай өзгеріс болады. Мен бүгін еш нәрсе істемеппін ғой, мен әшейін үйді жинаппын, сыпырыппын, пол жуыппын. Келесі күн тағы да болады, келесі күн тағы да сол сұрақты қоясыз. Мен бүгін не істедім? Тура кешегі күн қайталанды. Мен неге басқаша өмір сүрмеске? Қалай өмір сүрем? Жұрттың бәрі қамыр жасап сатып жатыр. Жұрттың бәрі жаңағындай жер сатып жатыр. Жер дейме, тас жейтін сондай сатып жатыр. Сасымайтын, ашымайтын не нәрсе бар? Мүмкін мынандай нәрсе сатсам екен, мүмкін аралап сатсам екен. Только жаңағы сетевой маркетингке кіріп кетпеңіздер, ол нәрседен ешқандай пайда жоқ. Әйтеуір қолда бар нәрседен неменеге ұқсатсам екен деген. Бір магазинге 10 000 теңгеге зат өткізсеңіз, мақұл 10 000 теңге демей қойын, 5 000 теңгеге зат өткізсеңіз, ол магазинде 2 болдырыңыз. 2 болғаннан кейін 3 болыңыз. 3-іне үлгеріп жатсаңыз, 4-шісін қосыңыз. Нақты сондай көрсетіп тұр. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі мен осымен жорамалымыз біздің аяқталды. Алдағы уақытта 2 апрель күні полнолуние болады. Содан 1-2 күн бұрын видео саламын. Ритуалдық жұмыстар, ақша жолын жақсарту жол, ақша жолын ашу, денсаулыққа, махаббатқа қатысты видеолар міндетті түрде жүктелетін болады. Көбіне ақша жолын сұрап жатқандар бар. Мен лично жасатсаңыз да болады, оны жаңағындай көріп істесеңіз де болады видеодан. Сол нәрсені жасап ақша жолдарыңызды аштырыңыздар өздеріңіздің. Сау саламатта болыңыздар. Міндетті түрде сіздерден лайк пен комментарий күтетін боламын.